Бүгінгі видеода бауырдан торт жасайтын боламын. Оған бізге 300 грамм бауыр, сыртын пленкасын тазалап, осылай блендердан бір өткізіп аламын. Үстіне 2 жұмыртқаны қосамын, 150 грамм сүтімді қосамын, және жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық бұрышымды қосып, 2 ас қасық сұйық майымды қосып, тағы бір жақсылап араластырып алатын боламын. Кейін басқа ыдысқа аударып, 150 грамм ұнымды електен өткізіп, батырып блендерлайтын боламын. Әдемі болып араласқан қоспамыз бір келкі пісетін болады. Енді табамызды қыздырып, бастапқыда кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Қалған құймақтарымызға ол қажеті де болмайды. Тортымызды жинау үшін бір сәбізді үккіштен өткізіп аламыз, және бір пиязды әдемілеп жіңішкелеп турап алып, майға қуырып, жұмсақ болғанша суытатын боламыз. Одан кейін тағы бір ыдысқа майонез бен бір тіс сарымсақты әбден араластырып, құймақтарымыздың ортасына бірінші майонезді, кейін ортасындағы жасап қалған қоспамызды салып, кезектесіп, осылай жинап шығатын боламыз. Дәл осы пияз бен сәбізді қуыру процесін түсіруге ұмытып кетіппін, ол үшін кешірім сұраймын. Жалпы рецепт бір тортқа ғана арналған, сондықтан жасаңыз, өте дәмді шығады. Ал бізге ас болсын.